бақшада өсіп шыққан өнімдер. Қазір осылардың бәрін қосып, 40 қабатты тұздаймын. Ол үшін ең алдымен рассол дайындап аламыз. 1 литр суға 2 ас қасық тұз, 4 ас қасық қант, 50 мл 9% сірке қышқылы және 50 мл сұйық май құямыз. Енді осы қоспаны қайнатып аламын. 40 қабатты осындай көлемде турап аламыз. Қызылша қосамын. 2 бас сәбіз, 1 бас сарымсақ және 1 бас ащы бұрыш саламын. Қайнап дайын болған қоспаны осының үстінен құйып, бәрін жақсылап араластырып аламыз. Бетін жауып, үстіне ауыр жүкті қойып, 1 тәулікке қалдырамыз. Достар, тұздалған 40 қабат дайын. Өте тамаша тұздалды.